Қазіргі таңда бауыры ауыратындардың саны күрт өсіп жатқаны белгілі. Оған біріншіден экология әсер етсе, екіншіден түрлі химиялық қоспалары бар тағамдарды шамадан тыс көп тұтыну себеп болса керек. Адам ағзасында ең маңызды рөл атқаратын осы бауыр деп айтсақ қателеспейміз. Себебі күнделікті ішіп жеуіміз тікелей бауыр арқылы өтетінін ескерген жөн. Астың дұрыс қорытылуымен ағзаға дұрыс сіңуі дәл осы бауырға байланысты. Бүгінгі видео ақпаратымда бауыр ауруының алдын алу үшін қандай тамақты тұтыну керектігі туралы айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Өздеріңізге керек ақпаратты табасыздар деген ойдамын. Достар, сонымен қатар менің каналымды 96% адам тіркелусіз көреді екен. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Жалпы, қандай да болмасын ауруды біздер көбінесе тамақтан табатынымыз рас. Сондықтан, дұрыс тамақтанудың өзі денсаулыққа пайдалы. Ол үшін күнделікті рационыңызды қалыпта ұстауыңыз қажет. Құнарлы, әрі дәруменге толы тағам түрлерін тұтынған абзал. Және бауыры ауыратын адамдар үшін ең біріншіден майлы тағамдардан бас тартқан дұрыс. Қажет болған жағдайда диета ұстау керек. Сонда ғана сіз өз денсаулығыңызға алаңдамайтын боласыз. Бауыры ауыратын адамдарға көптеген тағамдардан бас тартуға тура келеді. Атап айтқанда, қара бидайдан пісірілген нан, қатты ірімшік, жұмыртқаның сарысы, бұлардың барлығы да бауыр үшін өте ауыр және қорытылуда қиындау. Сондай-ақ майлы ет өнімдері, шошқа еті, қой еті, үйрек еті және майлы балықтар. Сонымен қатар кептірілген балықтар мен тұздалған балықтарда болмайды. Тамағыңызға ащы, тұщы дәмдеуіштерді де қосуға болмайды. Ащы тағамдар, қуырылған тағамдар бауыр үшін өте зиянды. Сонымен қатар барлығымыз жақсы сүйіп жейтін фастфуд өнімдерде бауырға көп зиянын тигізеді. Газдалған сусындар бауырды іртіп жіберуге дейін барады. Алкогольдік ішімдіктер де бауырға кері әсерін береді. Жалпы, бауыр зақымданған жандар асты аз порциядан тұтыну керек және барлығын аса мұқияттылықпен, тәртіппен ішкен абзал. Әр тамақты күніне 5-6 рет бөліп ішу қажет. Мысалы, жылы сорпа ішкен дұрыс. Өте ыстық немесе өте салқын тағамдар ағзаға кері әсер етуі мүмкін. Қандай тағам ішсеңіз де барлығын қайнатып, булап дайындаған дұрыс. Қуырылған тағамды ішуге мүлдем болмайды. Бір қарағанда, бауыры ауыратын адамдарға диета ұстау аса қиын секілді болып көрінеді. Олай емес. Барлық тағамдарды жей беруге болады. Тек булап немесе қайнатып тұтыну керек. Ал егер сіз тұздықтармен тамақтанғанды жақсы көрсеңіз, өзіңізге ұнайтын тұздық түрлерін таңдап алуға болады. Міне осындай тұздықтар арқылы тағамыңызға ерекше дәм беріледі. Адам ағзасының дұрыс жұмыс істеуі және астағы дәрумендерді бүкіл ағзаға үлестіріп отыруы бауырдың қызметі. Сондықтан да бауырға ұнайтын тағамдарды күнделікті тағам рационыңызға қосып отырсаңыз болады. Бауырды сау ұстау ол күндіз өзімізді сергек сезініп, өнімді жұмыс істеудің, денсаулықтың кепілі болып саналады. Назарларыңызға бауырға пайдалы бірнеше тағам түрлерін ұсынатын боламын. Бал. Бауыр бұл тәттіні өте жақсы көреді. Бал табиғаттың бізге сыйлаған ең жақсы шырыны. Ол асқазанда өте жеңіл қорытылады. Сондықтан бал араласқан су ішіп отыру ағза үшін өте пайдалы. Ал егер сізде қант диабеті немесе балға деген төзімсіздік болатын болса, бұл өнімді тұтынбағаныңыз абзал. Келесі өнім бұл сарымсақ. Бауыр ферменттері жұмысын жақсартады. Құрамында бауырды тазалайтын алицилин мен сейлин элементтері бар. Әрине бұл өнімді мөлшерден тыс қабылдаудың қажеті жоқ. Мөлшерден тыс қабылдаған жағдайда ағзаға кері әсерін тигізуі мүмкін.
Сарымсақ сонымен қатар антиоксиданттық қасиетке де ие, иммунитетті де көтереді, қанды сұйылтады. Бірақ бұл өнімді асыра сілтеп пайдаланудың да қажеті жоқ. Кез келген өнімді асыра сілтеп қолданған жағдайда ол ағзаға кері әсерін тигізеді. Сарымсақты күнделікті мөлшері 8 данадан асып кеткен жағдайда іштен қан кету секілді белгілер пайда болуы мүмкін. Себебі жоғарыда айтқандай сарымсақ қанды сұйылтатын қасиетке ие. Сонымен қатар сарымсақты асқазаны ауыратын, асқазан ойық жарасы бар науқастар асыра сілтеп пайдаланбаған абзал. Кез келген ас үйден табылатын келесі өнім бұл көк шай. Құрамында бауыр мен бүкіл ағзаны қалдықтардан, шлактардан тазалайтын катехин элементі бар. Сондықтан күнделікті бір шыны көк шай ішу ағза үшін өте пайдалы. Ескертетін жай, қан қысымы төмен кісілер көк шайды көп ішуге болмайды. Авокадо жемісінде де құрамында бауырды тазалайтын глутатион элементі бар. Тұрақты тұтыну арқылы бауыр тінін жақсартуға болады. Алма бауырды зиянды заттардан қорғайды. Зәйтүн майы, салқын күйінде сығылған зәйтүн майы ағзаны токсиндерден тазартып, ең қажетті қоректік заттармен қамтамасыз етеді. Зәйтүн майын шай қасықта бір қасық қабылдасаңыз да, немесе салаттарға қосып қолдансаңыз да болады. Сонымен қатар аскөк, балдыркөк, насыбай гүл, ақжелкен секілді көк шөптер де өте пайдалы. Бұл шөптердің құрамында ағзаға қажетті дәрумендер бар, улы заттарды шығаруға да көмектеседі. Куркума бұл зімбір өсімдігінің бір түрі. Одан жасалған дәмдеуіштер теріңізді жасартып, ағзаны бағалы заттармен қамтамасыз етіп, бауырды тазалайды. Куркуманы жарты шай қасық алып, 200 мл жылы суға араластырып ішетін болсаңыз, ағзаны тазалайды. Сонымен қатар антиоксиданттық, иммунитетті көтеретін қасиеті де бар. Аминокышқылдарға бай келесі өнім бұл жаңғақ. Құрамында бауырдың жақсы жұмыс істеуіне көмектесетін глютен және омега-3 май қышқылдары бар. Балық бауырға омега-3 май қышқылдарын жеткізеді. Грейпфрут та бауырдың жұмыс істеу сапасын жақсартады. Бүгінгі ақпаратым сіздерге ұнады деген ойдамын. Менімен бірге соңынан дейін болғандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі кездескенше сауда сәлемат болыңыздар, ауырмаңыздар, жүз жасаңыздар. Сіздермен бірге болған жүз жаса каналы.